ағайынның бауырдың сәні бір өзі. Бір тақпақ есіне түспек. Далада қар борайды, ақ мамыққа орайды, мұз болады қатады, Қалиша жеңчем туған күнін істеп жатады. Рахмет, бақытты болыңыздар. Баяғыда Нұрлыбай дәте Маяз ата кезде мен осы тақпақта айтқанмын еске түсіп кетті осы. Керемет, бір өзі театр ғой әпше. Қанша жұмсақ болса да сайратқан бізді тіл екен. Өнеріне байқасам Зағипа әпкем гүл екен. Осындай өнерлі адамның алдында той басқарып сайлаған менің де жаным сыр екен деп бір қол соғып қойсақ болатын шығар. Тұңған театрсыз ғой әпше. Енді осы бір әдемі тілекті ары қарап әпкелерімізбен, жезделерімізбен жалғастырайық. Екінші атаман кім? Зайыпа бәрі қайтып қойды ғой, не айтамыз енді? Құрметті тойшыл қауым, мынау бүгінгі менің ағамның, жеңгемнің 60 жылдығын тойлап жатқан той құтты болсын. Не деймін? Екеуімізге өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Құдай қаласа жеңдеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Мынау Құдай қаласа келін түсіріп, немере шөбере сүйіп, олардың алдарында екеуіңіз Алланың берген жасын аман есен жүре беріңіздер. Не деймін? Мынау менің Әлвар ағам үлкен үйде отыр ғой, сол қара шаңырақта Қалиша жеңгем тербетіп отыр. Аллаға шүкір. Не дейміз? Тек қана отбасыларыңда байлық, береке, денсаулық келе берсін Құдай қаласа. Мынау бағанадан бері мына қыздардың, балдардың көздеріне жас ұялап жатыр. Әрине бұл сендердің мынау 60-қа толып асқаралы. Сол мынау ата-анамызға не істеп жатырмыз, осындай қуанышты той беріп жатырмыз деп көздеріне жас алып жатыр. Ол да әрине мынау сіңілерім, інілерімнің қуаныштан шығып жатқан жасы деймін. Құдай қаласа мынау жастарыма жас қосыла берсін, бастарыңызға бас қосыла берсін. Біздің әулетте тек қана осындай тойлар, қуаныштар болып, төркінге біз осындай қуанышқа, тойға келе береміз. Тойларымыз той қаласын, той құтты болсын. Келіңіз. Ассалаумағалейкум көпшілік. Құдай қаласа